Армысыздар, құрметті көрермендер, мен есімім Ахлима, мен ерекше баланың анасымын. Алдағы шығарылымдардан хабардар болып отыру үшін арнамызға тіркеліп, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Бүгінгі біздің ерекше подкастымыздың қонағы ерекше балалардың анасы, сонымен қатар тігінші маманы Гүлжамал Үмітқалиқызы. Гүлжамал ханым, сізге үлкен рахмет шақырымды елеп келгеніңізге. Енді бүгін біз өзекті мәселелердің бірін қозғайық. Ол ерекше балалардың бүгінгі таңда реабилитациясы, ерекше балалардың бүгінде жағдайы, 18 плюс деп жатамыз, яғни 18 жастан асқан балалар Қазақстанда, біздің елімізде қандай жағдайлар жасалып жатыр. Енді осы тақырыптарды қозғамастан бұрын, бірінші өзіңізді толық таныстырып өтсеңіз, сіз неше ерекше балаңыз бар, олардың диагнозы қандай, осы туралы айтып өтсеңіз. Біріншіден сізге рахмет айтамын, мені шақырып, өзіңіздің подкастыңызға қонақ қылғаныңыз үшін. Мен өзім таныстырып өтетін болсам, менің есімім Гүлжамал, Тараз өңірінен боламын. Астанада 5-ші жыл, Аллаға шүкір, осы ерекше балаларым үшін осы Астанаға келгенбіз. Менде 3 ерекше бала бар, негізі 4 балам бар, Аллаға шүкір, жолдасым бар. Сол қазіргі таңда сол 3 ерекше баланы тәрбиелеп отырған жайымыз бар. Үлкен ерекше балам 13-те, одан кейінгі балам 10-да, қызым 7-де. Үлкен ерекше ұлым 2,5 жасынан дейін қалыпты дамып келе жатты. Бізде былай басынан бастап айтатын болсам, жолдасым екеуміз о бастан сол кәдімгідей Алланың түзу жолында жүрген жас қыз жігіт едік. Бас қосып үйлендік, ата-анамыздың ақ батасын алып дегендей, қазіргі таңда айтып жатыр ғой, жаңағы ерекше балалардың аналары жаңағы жезөкше, тағы бірдеңке дегендей. Онда теріс ақпараттар өте көп. Теріс ақпараттар көп қой, мысалы үшін халықта, қоғамның арасында жаңа туыстық байланыстарыңыз бар ма дегендей де сұрақтар болады. Жоқ, бізде мысалы үшін туыстық байланыс ешқандай ештеңке жоқ. Кәдімгідей ата-анамыздың батасыменен, қазақтың несіменен, салт дәстүрімен үйленген ақ некемізден пайда болған балалар. Аллаға шүкір, Алланың берген. Бізде сол 25 жасымда осы ұлымды дүниеге алып келдім. 2,5 жасқа дейін қалыпты жағдайда дамып келе жатты. Енді әрине айтып өтетін болсам, 39 аптасында дүниеге келді ғой балам. Бірақ менің өзімде толғақ болмағандықтан, толғақ шақыру нелерін, системаларын салып, сондай 3 күн 3 түн толғатып, әрең дегенде босанып алған балам. Содан кейін мен оның дамуына ерекше көңіл бөлдім. Тұңғыш бала, тұңғыш немере үйде. Содан кейін біз қатты көңіл бөлдік, шыны керек та. Ол баламның денсаулығы, барлығы біз үшін ол маңызды болды. Оның әрбір қылығы, несін жіті бақылап отырдық. Сол 2,5 жасынан бастап баламда кері кету басталды. Анық баламды біз 2 жас 9 айында біз сонда ерекше бала екенін біліп бастадық. Мамандарға қарата бастадық. 2 жас 9 айында бастаған болсам, сол емді қазіргі таңда балам 13-те ғой. Мүгедекті неше жаста алдыңыздар сонда? Мүгедектікті біз 5 жасында алдық. Оған дейін мүгедектікті мен ала алған жоқпын. Себебі бізде ол кездері толық ақпарат, мынандай қазіргідей интернет желісі жоқ. Шыны керек та, ол кезде ВК бар, агент бар дегендей ғой, бірақ мынадай дамыған заман емес. Интернет дамыған заман емес. Телевидениеден де ондай қатты бір аутизм туралы, поликлиникадан да аутизм туралы қандай да ақпарат жоқ. Біз мысалы үшін мен ол баламды мамандарға көрсетпедім емес, көрсеттім. Менің бетіме ешқандай да маман 5 жасқа дейін балаң аутизм деп айтқан жоқ. Ешкім аутизм деп айтпады. Мен оны жеке дәрігерлерге де бардым, мемлекеттік дәрігерлерге де бардым. Сол аралықта 2 жас 9 ай менен 5 жастың арасында қанша жыл өтті, мен бармаған есігім, қақпаған есігім, бармаған жерім қалған жоқ. Маған ешкім аутизм балаң деп айтқан жоқ. Алғашқы қойған диагнозы ONR1 деп қойды. Оны маған ешкім, ол қандай, не бұл, ешкім айтпайды. ONR1 деп не істейді болды.
Ал келесі балаларды ерте алған шығарсыз, иә, диагноз қойған шығар? Жоқ, ерте білген жоқпын оларды да. Мен былай болды, аралары 3 жастан балаларымның. Баламда откат кеткен кезінде екінші балама жүкті болдым. Екінші балама жүкті болып, мен ол жүктілік немді қалай өткенін білмеймін, шыны керек. Себебі өзіңіз білесіз, ерекше бала алғаш кері кеткен кезде өте гипербелсенді болады, сөз ұқпайды, баяғының бәрін ұмытып қалған болады. Кәдімгідей ол ушығып тұрған кезі ғой, диагнозының. Ана шарықтау шегіне жетіп тұрған кезі 3-4 жастары аутизмнің да. Сол кездерде мен аяғым ауыр болды. Сол кездерінде өзімнің де депрессия болып, депрессиядан көз ашпаймын. Себебі түніменен ұйықтамаймын, балам түнімен ұйықтамайды. Түнімен ойнап жүреді балам, секіреді, ойнайды, мен таңға дейін ұйықтамаймын. Күндіз жаңағыдай центрлеріне, дәрігерлерге тасимын. Және сондай анада қандай не болады, мысалы үшін денсаулық болады. Менде денсаулығым сол кезден бастап кете бастады. Өзім жүктімін, ішімдегі баланы ойлауға шама жоқ менде. Күйеуіменен қарым-қатынасты дұрыстау деген мүлдем ондай түсінік жоқ. Ата-анаменен дұрыс қарым-қатынас, қайын-жұртпен дұрыс қарым-қатынас деген мүлдем жоқ. Себебі тек қана менде бала. Оны жан-жақтағылар түсінбейді. Сен келінсің, сен баласың, сен біреудің мысалы үшін анаң ренжиді, маған балалық парызыңды орындамай жатсың деп, енең ренжиді, мына жақта келіндік міндетіңді орындамай жатсың деп. Жан-жақтан сенің мінезің өзгеріп бастайды ғой, сен бұрын биязы, әдемі келіншек едіңді, сен уже анау күні-түні ұйықтамаған адам, балаңды уайымдайсың, өзің жүктісің. Сол кезде сенде мінез өзгереді, ашуланшақ боласың. Сол кездерде туысқан туғандарыңда да түсінбейді сені. Сол кезде буллингтің көкесі басталады. Солай болып жүргенімізде екінші баламның дүниеге келеді ғой. Ары-бері болып жүргенімізде екінші баламмен дүниеге келген кезде оны кесіртілігіменен дүниеге алып келдім. Себебі жаңағы бірінші баладағы қорқыныш бар менде. Өзім кесіртілігіменен 1,5 сутка толғатам, бірақ болмайды. Соның кесіртілігімен дүниеге алып келем ол баланы. Жүрегі тоқтайын деп жатқан жерінен кесіртілігімен дүниеге алып келем. Ол баланы қалай дамыды, ол қалай не істеді, мен айта алмаймын ештеңкені. Ал мен бірінші баланың мысалы үшін дәрігерлер неше жаста жүрді, неше жаста отырды, неше айлықта отырды, барлығын айтып бере аламын. Ал мен қалған балалардікін бүйтіп примерно бүйтіп айтып отырмын. Себебі өзіңіз түсініп тұрған шығарсыз, барлығы анандай. Ана баланың артынан жүрем ғой мен үнемі. Бірақ ана баланы қолыма көтеріп алам, немесе коляскаға салып алам. Жаңағы кішкентай бөпемді ананы жетелеп, ол бір жерде тұрмайды, жүгіріп кетеді. Солай етіп жүргенімізде екінші баламның да кеш сөйлеп жатырғанын байқадым, бірақ сөйлеуге деген несі бар, бірақ кеш сөйлеп жатқанын байқадым да Тараз қаласындағы ПМПК-ға апарам ғой. ПМПК-ға апарған кезімде, ой, балаңыз нормальный. Неше жасында? 2,5 жастарында. Енді қорқам ғой, бірінші балада анадай болды, мына балада да солай болатын шығар деген қорқыныш бар. ПМПК-ға апарам, ПМПК, ой, балаңыздың бәрі жақсы. 3 жастағы кризис қой дейді. 3 жастағы кризис қой деген, жарайды дедім дағын. Сосын мен баламды апарып жүрген оңалту орталығының директорымен сөйлесем, екінші баламнан қорқам осындай деп. Ол кісі айтады, енді бір Құдай аузыма салған шығар мүмкін. Ол кісі айтады, өте бір жылы жүзді сондай кісі еді, аты жөнін ұмытып тұрмын қазір. Ол кісі айтады маған, алып келіңізші бізге. Бізде жүрсін, біздің балабақшада жүрсін, бізде мамандар бар, қарайды ғой дейді. Логопедтер жаңа логомассажын жасайды, сонымен қатарға ілініп сөйлеміп кетер, болмаса айтамыз ғой деп не істейді. Сонымен жарты жылдай сол жерде жүреді балам, тіл нормальный, қалыпты жағдайда шығып жатады енді. Бірақ мамандар айтады, жаңағыдай директор айтады, балаңыз ерекшелік көріп жүрген жоқпыз ешқандай да, кішкене енді гипербелсенді демесек, қалыпты балалардың садигіне апарсаңызшы дейді. Қазір мына жерде мынандай балалар көбейіп кетті, олардың балаңыз солардың жасағанын қайталап жүріп деді. Содан мен шошып кетемін да, оны барып қалыпты балалар балабақшасына апарам. Солай жүргенімізде уақыт өте береді.
балам жақсы деп жүремін. Содан балам осы Астанаға көшіп келгенімізден кейін 7 жасында мектепке берем ғой. Қандай мектепке бердіңіз? Арнайы ма, Жоқ, инклюзивті ма? қарапайым мектепке, Жалпы, екінші аха. баланы қарапайым мектепке, жалпы мектепке берем. Гимназияға бердім. Бергенімде сол жерде 2 аптадан кейін шағымдар пайда бола бастады. Поведениесіне отырмай, тұрып кетеді деп. Балабақшада ешқандай онда шағым болмаған. Нені нолевой сынып дейді ғой. Мектеп алды сынып. Мектеп алды сыныбында жақсы аяқтаған, жаттауларын жақсы жаттайтын, тақпақтарын жақсы өнер көрсететін балабақшада. Бірақ балабақшада айтатын, кішкентай топқа кетіп қала береді балаңыз деп. Кішкентай топтағы балалармен ойнаған жақсы көреді деп. Біз алып келеміз, ол қайтадан кетіп қалады дейтін. Ол сондай мейірімді, жүрегі жұмсақ, сол балаларды ойнатып жүрген ғой деп солай етіп ойлайтынмын. Содан кейін балам 1-ші тоқсанында мені директор шақырып алады ғой мектептің. Балаңызды ПМПК-ға барып кішкене бір қаратпайсыз ба деп. Не үшін деп мен таңғалам. Балаңызда бір ерекшеліктер байқаймыз дейді. Сіз ренжімеңіз, бірақ отырмайды бала, дәптерлерін көрсетеді. Басқа балаларға қарағанда мүлдем артта балаңыз дейді. Жарайды, сіздердің көңілдерің тыныш болсын деп мен барып ПМПК-ға барам. Ойламадым, мүлдем ойламаймын. Күтпедім де. ПМПК жанына тьютер не істеп береді ғой. Екінші балаңызға? Екінші балаға тьютер жазып береді қас жанына. Қандай диагнозбен сонда? Диагнозына мен ол кезде ПМПК диагноз қоймайды ғой. И маған айтады, жеңілдетіп береміз программаны дейді. Не үшін деп мен сол кезде андай болып біртүрлі болып сұрақ қоямын. Не үшін? Ол ілесіп кетеді ғой, не болыпты деп. Жоқ, ілесіп кетем дегенше кішкене жұбатып қояды ғой оларша. Кішкене не істеңізші, осы 1-ші сыныпта аяқтап алсын, кейін көреміз деп. Мүмкін алып тастаймыз, мүмкін программаға ілесіп кетер деп мені алдайды. Содан бір күні арадан 2-3 ай өткеннен кейін сол ПМПК-ның берген құжаттарын, үйдегі барлық құжаттарды не істеп тәртіпке келтіріп қарап отырсам, ПМПК берген бір қағаз тауып аламын. F70 деп жазып қойған екен. Ол қағазды мен мүлдем көрмеген, мен алып кетіп қалғам ғой. Психиатрға барсын деген не жазылып тұр екен. Содан мен Google-дан F70 деген не ол деп қараймын. Сөйтсем ақыл есі кем деген диагноз болады. Жаңа жеңіл түрдегі ақыл есі кем деген. Мен шок болам. Әрине, психиатрға жазылып барамыз. Сол январ айы ғой көргенім. Біздің психиатр осы Астанада психиатрның алдына жазылу енді 2 ай алдын, 1 ай алдын жазыласыз ғой. Запись өте көп болады. Барамыз, одан кейін балаңызды 2 аптаға күндізгі бөлімге жатқызасыз дейді. Оның записи енді керемет. Июнь айында жатқызамыз. Содан январдан июнь айына дейін. 6 ай ма, неше ай болады? Біраз уақыт. Біраз уақыт. Сол кезде маған балаңыздың жаңағыдай диагноз қойып береді балама. F70.2 деген ба, сондай. Бұл диагноздан шығып кете ма балам деп, әлі де осыдан не деп тұрмын ғой. Бұл диагноздан шыққан адам жоқ дейді. Маған солай етіп айтады. Бұл диагноздан шыққан адам жоқ, бірақ уайымдамаңыз. Өзінен өзі тауып кететіндей, жұмыс істеп кететіндей үміт бар дейді. Бірақ бұл диагноздан шықпайды дейді. Өмір бақи осы диагнозда кетеді дейді. Мен оны көтере алмаймын. Мүгедектікке шығу керек балаңыз дейді. Содан мен мүгедектікке шығармаймын деп біраз жүремін. Күзге дейін жүрдім мүгедектікке шығармаймын деп. Бірақ анау мектептегі қысым бар, қайта-қайта жаңағыдай директорымыздың шақырып ала беретіні, жаңағыдай ұстаздардың не істейтіні, баламның да балалар арасында да болған шығар, өздерінде? Жоқ, өзара болмайды. Кішкентай ғой енді балалар. Қазіргі таңда ата-аналар да балаларына айтып қояды екен ғой, ондай балаларға
жаңағыдай не істемеңіздер, тиіспеңіздер деп. Мен балаларымда ондай болған емес. Бірақ сол кезде білдім, екінші баламды 7 жасында білдім диагнозын. Күзде мен депрессиядан жатып қаламын. Мен оны көтеру маған қатты қиын болды. Бірінші баламды сол күнге дейін мен үмітпенен өмір сүріп келдім ғой. Иә. Тым болмаса мына балам дені сау ғой деген дейді, мысалы үшін. Андағы жерде екінші балаңызға да мүгедек беріледі деген кезде мен мүлдем не істемедім. Мен яғни түс көріп жүрген сияқты болып жүрдім. Декабрь айында маған 14-тен SMS келеді. Сіз жаңағы балаңызды мүгедектікке шықты, не істеңіз деген. Қағазын алып кетіңіз деген. Бұл қалай деп мен түсінбеймін. Жолдасым айтады, психиатрлар маған звондады, мен документтерді апарып бердім дейді. Осындай документтерді алып келіңіз деп айтты, мен апарып бердім дейді. Мен күйеуіме айтқам ғой, не істесең соны істеші, білмеймін мен деп айтқан екенмін. Өзім мен мысалы үшін өзім ана депрессиядамын, мен білмеймін. Ана баламның, екінші баланың көк қағазын алған кезде, жаңағыдай көк қағаз деп айтамыз ғой, құжатын алған кезімдегі мен жағдайды айта алмаймын. 2 ай депрессияда жаттым. Ол мысалы үшін жай болып, мысалы үшін ана балам сияқты болып жай басталғанда, мен кішкентай кезінен білгенімде ондай қатты соққы болмас еді маған. 2 ай жатып қалдым. Февраль айында жолдасым маған айтты, сен болды, не істеме деп. Өзіңді жина, ес ақылын жина, қайда барасың, не істейсің, мен саған ешқандай да не істемеймін. Осы күнге дейін шектеу қоймаймын. Осы күнге дейін бала деп сен мүлдем өзің таста жібердің. Жоғалып кеттім, мен мүлдем жоқпын. Тұлғалық даму, тұлғалық мынау адам ретінде Гүлжамал жоқ. Ешкім менен араласпайды. Ешқандай да бір туғанның той, мерекесі, тіпті жақынымыз қайтыс болып жатқан кезде де бара алмаған күндеріміз болды. Сол екінші баламдағы диагнозды солай мен естедім. Кейін офлайн психологияны оқыдым. Содан кейін бар өзіме келдім ғой, өзім жинадым. Офлайн психология дейсіз. Офлайн психологияда өзіңізге келетіндей қандай жақсы бір кеңестер алдыңыз, ата-аналармен бөлісе алса, шет жағасын? Мен негізінде психологияны сол 2018-ден бастап жай өзім үшін оқып, мен психологияны біреуге ақыл үйрету үшін емес, мен маман емеспін ғой. Тек қана мен сол өзім болған жағдайды, мен негізінде намаздағы адам болғаннан кейін тағдырға иман дейді ғой, тағдырға иман келтірген адамын ғой. Бірақ бәрібір де іште баламенен сынақ ол өте ауыр. Қабылдай алмаймыз. Бұл баланы қабылдау, немесе Алланың берген жаңа сынағын қабылдау емес бұл жерде ше. Бұл жерде ана дертке балаңды қимау. Баламды мысалы үшін аутизмге қимау. Баламды жаңағыдай ес ақылы кем деп айтуға қимаймын. Ол жердегі сол жағдайды толыққанды мойындауым үшін маған ойладым, мен өз-өзімді зерттеуім керекпін. Мысалы үшін жүрегімдегі мына кішкене болса да дертті не істеуім керек болды, жұмсартуым керек болды, емдеуім керек болды. Сосын мен 2018-ден бастап кітаптар оқып, өз-өзіме кішкене онлайн психологияларды оқып сөйтіп жүрдім. Кейін жаңағыдай екінші баладан диагнозынан кейін жаңа депрессияда жатып қалдым дедім ғой. Содан кейін офлайн бір семинарға барып, сол жерде 1 айлық курс сатып алдым. 1 айлық курс сатып алған кезде біз сол жерде орта таптым. Менің кеңесім орта керек. Орта қандай сізіңше, мысалы өзі сияқты осы жолмен жүріп келе жатқан аналармен ба, әлде басқа орта ма? Мен негізінде сол уақытқа дейін ойладым. Мені тек қана ерекше аналар ғана түсінеді. Мен үшін бір 2 әлем, анау сау баланың анасы бөлек. Ерекше ана үшін солай ғой. Ерекше баланың аналары бір бөлек әлембіз, біз бірімізге поддержка беруіміз керекпіз деген түсініктер болды менде. Бірақ ондай емес. Мен мысалы үшін сол әлемнен шығып ана әлемге бардым ғой. Жоқ, олар мені көбірек поддержка берді. Олар маған көбірек дем берді.
маған мысалы үшін менің бойымды тіктеуіме көбірек көмектесті. Бәріміз бір неде отырамыз, оқимыз, сол жерде мысалы үшін бәріміз өзіміздің ішкі нелерімізді айтып жатқан кезде олар маған көбірек мысалы қолдау берді. Сен мықты екенсің қайта, сені қайта біз саған деген құрметіміз күшейді, сен қандай күшті болып кеттің, одан бетер күшті боласың дегендей маған андай нелер берді, мотивациялар берді. Және ол жерде біздер көптеген техникалар, жаңағыдай ғылыми техникалар өтеді ғой, онлайнда, офлайнда техникалар беріледі, сол техникаларды жасап, мысалы үшін өзіме жасадым сол техникаларды. И ол нәрселердің қайдан келіп шығатынын қопарады ғой бәрін. Соның барлығын жасай келе мен өзімді қолға алдым ғой. Бұл жердегі ең үлкен рахмет айтатын адамым мен күйеуім. Маған күйеуім не істесем де кедергі болған жоқ. Керісінше қолдау білдірді. Менің бірінші балада ондай қатты да бір не істеген жоқ, екінші баладан кейін ол кісінің қолдау үлкен болды. Содан кейін кәсібімді бастап кеттім. Қанша уақыттан бері көңіл бөлмей жүрген дүниелерімді жасай бастадым. Адамдарменен жиі араласа бастадым. Бұрын адамдармен араласа сөйлесейін десем, екі сөздің басын қоса алмайтынмын. Бетім андай жыбырлап кететін прямо андай ше. Ал жүйкенің әбден тозғаны, оны мені қазір анау несі бар балалары ерекше аналар түсінеді деп ойлаймын. Қалай айтсам екен? Бірден кетсе жылап жіберетіндей. Иә. Біреу бірдеңке деп айтса, жылап жіберетіндей жағдайда жүретінмін. Ерекше ағаны сезім сияқты, иә. Қазір маған айтады. Өксік толып жүреді. Қазір маған жақында бір құрбым айтады. Жақында достасқан құрбым ғой енді. Осындай жағдайларымды естігеннен кейін сен мүлдем қайғысы жоқ, уайымы жоқ адам сияқты жүресің ғой дейді. Сен қалай олай етіп жүресің дейді. Мен айтам ғой, ол уақыт өте келе өзі келесің сондай неге деп ше. Жаңағыдай және адам қалай айтсам екен, өз-өзін барлық нәрсе өзінің қолында деп ойлаймын. Мысалы үшін сол жерде мен психологияны оқымасам, Аллаға деген сенімімді жаңағыдай дамытпасам, әлі күнге дейін мен білім ала берем. Білім алудан шаршамаймын. Мысалы үшін ислам жағынан да білім ала берем, психология жағынан да білім ала берем. Жақында ғана біз психологияны аяқтадым, мысалы үшін қанша 3 апталық па нені ислам менен психологияны қосқан курсты аяқтадым. Мен шаршамаймын, себебі білім алудан шаршамаймын. Себебі ол маған керек, ал мен балаларыма керекпін. Мен мынандай жарқырап күліп жүрмесем, бақытсыз бала кімге керек? Бақытсыз ана қайсы балаға керек? Мысалы үшін балаларың сізге қарап не істемейді ма? Бой түземейді ма? Бізден энергия алмайды ма? Энергия деген нәрсе көзге көрінбейді, бірақ мен мысалы үшін жылап жатсам, балаларым берекесі қашады. Мен ауырып бүркеніп жатқан кезде мен балаларым берекесі кәдімгідей қашып кетеді. Қазір мен балаларымда ондай сөз пайда болған, маманы айғайлатпайықшы ауырып қалады деген. Мысалы үшін андай олар білет менің ауырғанымды қаламайды. Мысалы үшін біреу менің айтқанымды тыңдамай жатыр ма, ана екінші жол келеді, бар айтқанын тыңдашы, мама ауырып қалады деген. Сондай түсініктер бар, түсінік қалыптасқан оларда ше. Көргеннен кейін. Себебі олар менің ауырғанымды қаламайды. Ал маған мысалы үшін мен кішкене жарқырап, әдемі болып киініп, әдемі болып жүрсем, мама қандай әдемісің деп бәрі қуанып үйде мереке болып кетеді. Сіз сонда мысалы үшін бала мен өткенде бір неде тиктокта бір нәрсені көрдім. Баласы ЗПР ана, блогер. Біреу жазған ғой енді комментарийға, осы бір орамалын тастамайды екенсің деп. Сөйтсе ана әйел айтады да, анаған жауап ретінде айтып тұр ғой. Мен балам қашан сөйлеп, қашан жақсы болып кетеді, сол кезде орамалымды ауыстырамын дейді. Сіздің ол жертваңыз балаңызға керек па? Сіздің орамалыңызды тастамай, сол жаңағы бір ескі 10 жылдық орамалмен жүргеніңіз балаңызға керек па, например? Да былай қарағанда депрессия сияқты ғой бір түрі, иә. Мынандай нәрсе бар да, астына сосын комментарий жазған адамдар. Менде шетелге баратын жағдай бар, бірақ шетелге бармаймын. Мен
көңіліме сыймайды ол дейді да. Ал менің балам науқас бола тұра мен қалай шетелге барамын дейді. Керісінше сіз деймін да, сол берген, сол Алланың берген сол аутизм баласы болсын, сөйлей алмайтын бала болады ма, ол сөйлей алатын бала болады ма, қандай бала болса да, сіз сол баламенен бақытты болып, ол балаңызды әдемі болып қойыңыз, өзіңіз де әдемі болыңыз, саяхаттаңыз, қыдырыңыз. Маған бір емші айтқан, осы 2-3 жылдықта біз әр жазда Қазақстанның әр несіне, қаласына қыдырамыз, балаларды алып. Сонда Алматыға барғанбыз, табиғатқа шығып, күшті қыдырып жүрдік. Сонда маған бір қайнапкеміз үйіне барғанбыз, қоймай қойды, бір емшіні айтып, соған барып көш деп. Барғанбыз, жаңағы осындай қыдырып жүрген жермен естім мен сізді деп айтқам ғой енді, кіріпше. Психиатр, дүниежүзілік сертификаты бар деп жазып қойыпты жаңағы сыртына ше, әлемдік психиатр деп, мынау маман екен ғой деп кіргем ғой енді. Қыдырып жүрсің дейді ғой маған ше. Қалай сонда дедім, сен адам деген ауру баласы бар адам қыдырады ма дейді ғой. Ол қандай түсінік? Аутизм деген мысалы үшін өмір бақи кететін диагноз ғой, оны мойындау керекпіз да. Өмір бақи кететін диагноз. Ол 80-ге келсе де сол аутизм бала болып қалады. Аутизм ер адам болып қалады мысалы үшін да, балам. 70-ге келсе де аутизм ер адам болып қалады. А мен сонда мысалы үшін менің балам аутизм екен деп өмір сүрмеуім керекпін ба? Сіз өзің де өмір сүрмейсің, балаларыңа да өмір сүргізбейсің ба сонда? Мысалы үшін маған өмір бір-ақ рет берілді. А балаларыма балалық шалық бір-ақ рет берілді. Сен мысалы үшін да барлық балаңыз аутизм емес қой. Сіздің сау балаңыз бар да ішінде мысалы үшін. А ол сіз ана бала үшін жертва болса да, ана балаға сіздің орамалыңызды, жаңа 40 жылдық орамалы тағып жүргеніңіз кімге керек, например? Сіз өзіңіз сөйтіп шектеп жүргеніңіз кімге керек? Сіздің күні түні жылап, ойбай, неге менің балам мұндай болды дегеніңіз кімге керек, например? Оны ешкімге керегі жоқ. Сіз өзіңізді құртып жатсыз. Ондай сәттерден, мысалы үшін, мен 10 жыл бұрын сол бірінші баламен жүрген кездері, жүйкем жұқарған кездері болған ондай жағдайлар. Күндіз-түні жылайым. Бір сәттер болған. Еш жерде айтпаған бір құпиямды айтайын. Оны тек қана күйеуім біледі, және бір-екі бауырым ғана біледі. Баламды сол анда-мында тасып жүрген кездерім ғой. Бір маманнан бір маманға, бір маманнан бір маманға апарам. Бірақ нәтиже болмайды. Күткенің менен нәтижең екі бөлек болған өте ауыр тиеді ғой адамға. Содан балам 5 жасқа толған кезде бір кісі айтады ғой маған. 50 мың екен приема. Менде ақша жоқ. Ол кезде 50 мың енді біраз ақша ғой. Бұдан бір 7-8 жыл бұрын. 8 жыл бұрын ғой. Мен айтам, барлық адамнан ақша сұрап шығам, 50 мың беріп тұрыңдаршы деп, ешкім бермейді маған. Сөйтіп марқұм анам берді. И әрең дегенде тапқан ақшамен жаңа кісінің алдына кірем. Тест өткізеді баламменен, жаңағыдай сұрақтар қойып, не істеп менен. Балаңыз 1,5 жасар баланың ес ақылындай ой өрісі деп маған сөйтіп береді ғой. Ол психиатр маманы ма сонда? Жоқ, ABA терапевт. Олар мысалы диагноз қоймайды, бірақ айтады. Сол сөз маған ауыр батады. Ауыр тиді маған 1,5 жастағы бала сияқты деген. Себебі мен өзімнің баламды анадай қылып көрем. Дүниеде ең керемет, ақылды бала сияқты. Ол посуда жуалады, ол жаңағыдай кір жуалады, ол өз аяқ киімін өзі кие алады. Мен көрдім, мысалы үшін, оның бірде-біреуін істей алмайтын аутист балдарды. Иә, бар. Олардың қасында менің балам ақылды болып көрінетін менің көзіме. А менің баламнан да ақылды балалар бар, мысалы үшін. Есеп шығара алатын, сөйлей алатын аутистер бар. Бірақ мен олармен салыстырмаймын, баламды мықты көрем ғой. Анау маған ауыр тиеді. Және мен күніге мен әр маманға барған сайын сөйлеп кетеді деген үмітте, мүлде мына диагнозы жоқ болып кетеді деген үмітте, сондай иллюзиямен өмір сүріп жүрген кездерім. Жаңа айтқанымдай, маған 5 жасқа дейін ешкім аутизм балаң анау мынау деп ешкім айтқан емес. Тек қана тілде проблема бар, оны дейін деп. Сол диагнозбен жүрміз ғой енді. Ол кезде мүгедектік жоқ.
мен оны көтере алмаймын. Үйге келіп балаларымды балабақшадан әкеліп, мындай неге түсіп қалған ғой, думкаға түсіп қалған ғой. Тамақтарын пісіріп, күйеуімнің тамағын берем, ол жұмыстан келеді. Екеуміз намазымызды оқиық деп жатқан кезде менде күлкі басталады. Намазда отырғанша мен. Тоқтамайды ана күлкі. Және көз жасым тоқтамайды. Бір жағынан күлем, бір жағынан жылаймын. Жолдасым намаз оқып жатыр, мен намазды тоқтатып күліп жатырмын. Басымда орамалды шешіп тастаймын да, көшеге шығып кетемін жалаңаяқ жалаңбас. Сол кезде жолдасым намазын оқып бола салысымен жүгіріп алып кіреді мені. Тоқтата алмайды ана менің күлкімді, өзі дем салып, мен ұйықтатып тастайды. Дем салғаннан кейін тынышталып ұйықтаймын мен. Болды деп. Таңертең өзі балабақшаға алып кетеді балаларды, және өзі ары қарай жұмысқа кетеді ғой. Есіктің тысыр еткеннен оянып кетемін. Қайтадан басталады ана нәрсе менде. Білмеймін, психиатр, психологтар оны не деп айтады, оған бір диагноз қойылатын шығар. Барған жоқсыз бірақ онда. Мен барған жоқпын. Ана тоқтамайды ана күлкі. Мен өзімнің болған оқиғаларды білемін, бірақ ана өзімді тоқтата алмаймын. Мүлдем тоқтата алмаймын. Не қылған уақыты ғой, ушыққан уақыты. Тоқтата алмаймын күлкімді. Содан мен кішкентай бір қайшылау боламын да, өзімді контролға ұстай алмаймын. Шашымды кесіп тастаймын ғой. Мына жерге келетін қап-қалың шашымды тоқырлап кесіп тастаймын кішкентай қайшымды. Арадан бір 2-3 сағат тоқтамай күлем, шаршаймын, тоқтай алмаймын. Пижамамды қиып тастаймын. Содан күйеуім звондайды, жақсысың ба деп. Ана менің немді естіп, ол менің ағамды, жеңгемді, әпкемді шақырады. Барлығы топырлап келеді. Жеңгем келіп, мені душқа түсіріп, сол кезде тоқтайды менің нем. Күлкімше. Солар келген кезде көзіме бүйтіп, қайшыны тақап отыр екенмін. Көзімді ойып тастайын деп. Білесіз бе, ерекше балалардың аналары депрессияға түседі, соншалықты өз-өзіңе қол жұмсаған келетін уақыттар болады. Мысалы үшін біреулер естігем, баласында өзінде тастап жібергісі келетіндер, баласында өзінде мына өмірде алып кеткісі келетіндер да, мысалы үшін. Ол өте ауыр нәрсе да. Оны қоғам түсінбейді, білмейді. Бұл ерекше бала, мысалы үшін тек қана анасының ғана сынағы емес қой. Әкенің ғана сынағы емес қой ол ше. Ол көршінің де сынағы. Ол ененің сынағы, жаңағы әйелдің. Ана жаңағы баланың әжесі, нағашы әжесі, сіздің бауырларыңыздың да сынағы да. Неге мысалы үшін сол кезде мен өзім ойлаймын, менің орнында басқа мысалы үшін шаршап жүрген әйел, қазіргі таңда шаршап жүрген әйелді неге жалғыз қалдырады қоғам? Неге бауырлар жалғыз қалдырады? Неге қайын жұрт жалғыз қалдырады? Ол бала да сіздің ұрпақтарыңыз ғой мысалы үшін. Ол ауру болсын, ол сау болсын, ол ерекше болсын. Біз қолдауға қатты мұқтаж кезде қоғам болып оны қолдау керек деп ойлаймын. Мен бұл нәрсені ешкімге өкпелеп отырып айтып отқан жоқпын. Қазіргі таңда, қазір дәл сол мен сияқты болып қиналған аналардың туысқан туғандарына мен осыны үндеу қылып айтып отырғаным ғой. Міндетті түрде ана әйел сондай дәрежеге жету керек па? Міндетті түрде ол әйел өз-өзіне қол жұмсағысы келетіндей жағдайға жету керек па? Мысалы үшін, сен бар демалып келші, мен немереме қарап тұрайын деп. Неге енесі немесе анасы, немесе бір бауыры келіп айтпайды? Қаншама аналар бар, жаңағыдай өздері не істерін білмей жүрген. Неге мысалы үшін еркек мен түздің адамын деп жүре береді? Неге олар да мысалы үшін сен бар подружкаларыңмен бір демалып келші, мен балаға қарап тұрамын деп айтпайды? Неге енесі келіп, сен күйеуің екеуіңіз барып киноға барып келіңдерші бар? Сіздер мүлдем мысалы үшін біз киноға барып көрген емеспіз. Мүлдем мысалы үшін тойға барып көрген емеспіз. Үйленгенімізге 14 жыл біз тойға бармаймыз. Соңғы рет тойға барғанбыз жолдасымның, дос баласының, ол кезде баламда диагноз жоқ кезде. Біз сол мысалы үшін неге ерекше баласы бар адамдар қоғамда шетте қалу керек? Не үшін біз қоғамнан шетте қалу керекпіз? Бізді керісінше мынандай балаларымызға буллинг жасалынады деп қорқамыз ғой да? Біз ең бірінші ата-анасына буллинг жасалынады. Ол сырттан адам емес, ең бірінші баланың диагнозы қойылған кезде
оның бауырлары, күйеуіңнің бауырлары, немесе ата ене жағынан, немесе күйеуің жағынан, немесе жаңағыдай кейбір еркектер бар, сенің кесіріңнен осындай болып қалды. Кейбір енелер бар, мысалы үшін, мен оны естіп жатырмын, құрбыларымның күйеулері. Естиміз ғой, тағдырластар, мысалы үшін, бір-бірімізбен сөйлесеміз. Қазір қарап отырсаңыз, ерекше баласы бар аналардың көбісі жалғыз. Көбісінің күйеулері қолдамайды, тастап кетеді. Ол еркекті кінәлай алмайсың, себебі жаңағыдай ата-ана жағынан келіңіздер, сіздер оңаша қыдырып келіңіздер. Сен өзіңе қарап кішкене моншаға барып кел, балаға мен қарап тұрайын дейтін бір адам керек қой бізге де. Біз қашанға дейін, мысалы үшін, біз де демалғымыз келеді ғой, баладан демалғымыз келеді. Біздің нервіміз темірден емес қой. Жаңағыдай айналып келгенде әйел ненің не екенін ұқпай қалады. Мен орамалын тастамай жүрсем балам жазылып кетеді дегендей иллюзияға сенеді. Мен осындай болсам, жаңағыдай шетелге шықпай тек қана балам деп жүрсем, балам жазылып кетеді деп ойлайды. Мен осылай құрбан болсам, балам жазылып кетеді деп ойлайды. Сонда әйелде андай дұрыс емес түсінік қалыптасады. Енді онда жағдай көп қой. Негізі мен де кейде осы мәселе туралы көп ойланам. Кейде осындай ой келеді, егер бала ақылды не болса, ол әулеттің баласы да, егер бала ауру болса, тек ананың ғана баласы болып қалады негізі көбінесе. Қоғамда да көбінесе қабылдау жағын өте нашар, қабылдау мәдениет жағынан, егер ауру боламын жүрсен, кейбір адамдар түсіністікпен қарайды, кейбір адамдар қоғамға шықпа деп жатады да. Мысалы жақында өз баламмен сондай кездестім оқиға. Енді ерекше балалар туралы айта берсек, ананың жүрегі де сыздайды, өте көп мәселе айтатын. Бірақ осының ішінде енді сіздің бірнеше ерекше балаңыз бар. Балаларыңызды реабилитациялық орталықтарға апарған боларсыз, елімізде тегін болсын, ақылы болсын. Осы туралы айтып өтсек, жалпы елімізде қазір реабилитациялық орталықтарға сіздің көңіліңіз қаншалықты толады? Қазіргі таңда біздің, мен бірінші айтайыншы, мен Тараз өңірінен келдім деп бағана бастадым ғой. Біз Таразда тұрған кезімізде көңілімізден шығатын реабилитационный центрлер жоқ еді. Тіпті дұрыс дәрігерді таппағанмын мен. Диагноз қойдыра алмадыңыз ғой? Диагноз қойдыра алмадым. Содан кейін мен тікелей Астанаға келген жоқпын. Мен Ақтауда бір Ташкентте оқып келген бір мықты врач бар еді, баламды кішкентай кезінен соған емдетіп келе жатқан. Сол кісіге барып, сол кісіге барамын, сол кісіге үнемі емдетіп тұрамын деп көшіп кеткенбіз 3 баламен. Ақтауға. Ақтауға көшіп кетіп, ол жақта да мүлдем жаңа өзен деген қалада тұрдым. Мүлдем орталық жоқ. Тегін орталықтарда жоқ? Тегін бар. Ақылыдан біреу-екеу ғана бар. Ода мамандар көңілінен шықпайды. Неге көңілден шықпады? Мысалы, қай жағынан баламен дұрыс жұмыс жасай алмады? Дұрыс жасай алмайды. Аутизмнің не екенін дұрыс түсінбейді. Тіпті жергілікті халықтың өзі аутизмнің не екенін дұрыс түсінбейді. Мамандарды түсінбейді. Балаға көрсетіп отырған нелері, мысалы үшін, біз ABI-ді онлайн оқығанбыз ғой, біз білеміз. ABI деген өз ABI-ге жатпайды. Мысалы үшін, мен 7 жасар, 8 жасар ұлыма мүлдем басқа бір нелерді, сабақтарды өткізіп отыр, және дұрыс емес қарым-қатынаста болып, ананың ашуын тудырып отыр. Мысалы үшін, аутист балаға дұрыс емес қарым-қатынас жасасаңыз, ол ашуланады. Ол ашуланып, айғайлап кетуі мүмкін, ұрып жіберуі мүмкін. Дұрыс емес қарым-қатынас жасалынып жатыр ана жерде. Таразда да сол жағдай болды. Таразда біз, мысалы үшін, мектепте 1-ші сыныпта әжептәуір жақсы оқып жатқан балам. Сабақ дайындайтын, мектепке деген несі, сабаққа деген махаббаты, ынтасы күштетін. Сөйлей алмаса да жақсы оқитын еді сабақтан. Бір кезде тьюторлар ауысып тұрады 90 сайын. 4-ші ме, 3-ші ме 90-да, 4-ші 90-да декреттегі бір тьюторды келеді ғой. Кішкентай емізулі баласы бар. Қанша жылдан бері декретте жатқан. Мүлдем андай, ол бір педагог қысқасы. Ол тьютор болып келеді. Және баламды кабинетке отырғызып кетеді. КПИ кабинетке отырғызып кетеді, өз баласын емізуге кетеді. Сол екі ортада менің балам бұтына жіберіп қояды. Оны ешкім басқа тьюторлар қарамайды. Міндетті емеспіз біз дейді. Қарауға, сіздің балаңызды туалетке апаруға міндетті емеспіз дейді. Сол арада менің баламды атқат кетеді. Ұрсат, неге сен сиіп қойдың, анау-мынау деп жаңағы декреттен келген жаңа маман айғайлайды менің балама. Содан баламның сабаққа деген несін байқаймын.
бұрынғыдай емес, көңілсіз. Сосын мен оны барам да, ол кезде 100 мың деген біраз ақша, 100 мыңға жаңадан бір орталық ашылыпты дейді, соған апарам. Аутизм центр дейді. Қыздар солай деп айтты, соны бардым. Ұнаттым, мені керемет қылып жабдықтап қойыпты. Мамандарымыз анау мынау деп Алматыдан мықты мамандар келіп ашып берді. Бердім баламды, бердім. Бір күні ертерек барып қалыппын. Балам айғайлап жатыр. Неге оқымайсың деп сөйлей алмайтын балаға айғайлайды анау ше. Қандай маман ол? Алдыңыздағы балаңызды, мысалы үшін оқушыңыздың қандай екенін білмей отырсыз. Столды ұрып жіберіп тұрып айғайлап жатыр. Содан мен баламда резко не кетеді, артқа қарай кетеді. Мен сабақ оқып жүрген тым жақсы балам. Мынадай көпшілік ортада бұтын шешіп тастап, үлкендер отыратындай жағдайға жетеді. Одан кейін үйде отырып, диванның үстіне отырып, бәрін жағып жіберетіндей, тіпті ес ақылынан айырылады балам. Содан кейін мен жаңағыдай Ақтауға көшіп кетем ғой. Мен емдетемін деп. Ақтауда жаңағыдай жағдай болады. Ол кері кеткеннің үстінен кері кетеді балам. Сосын біз Астанаға келдік. Астанаға келген кезімізде мектепке бердім, жалпы білім беру мектебіне бердім. Астанада кішкене басқашалау екен. Мамандар тәжірибелі дейсіз ғой, басқаша, иә? Тәжірибелі, иә, тьюторлар тәжірибелі, жаңағыдай бармақ басты көз қысты деген нәрсе болмайды. Өзандай нелері бар, өздерінің кішкене тәртіптері бар дегендей. Сіздің балаңыз жалпы білім беру орталығы мектебіне сәйкес келмейді дейді. Сосын менің баламды неге жібереді? Арнайы мектепке жібереді. Енді арнайы мектепте ешқандай да өкпем жоқ, Аллаға шүкір. Жақсы, мектеп жағынан жақсы. Бірақ орталықтарына келген кезде біз 8 жаста едік. Мен жеке меншік орталық таба алмадым. Астанадан? Астанадан. 7 жасқа дейін бәрі. 7 жастан кейін алмайды, көбісі. Өкінішке орай біз 7 жасқа дейін ғана аламыз дейді. Иә, мен де аңғардым. Сосын ол жақта өзінің критерийлері ауыр аутист балаларды алмайды. Агрессиясы болса алмаймыз дейді. Онда мен түсінбеймін. Не үшін ашылып отыр онда орталықтар? Сіз агрессиясын баса алмасаңыз сол баланың ебейменен басуға болатын біз бірнеше рет мысалы үшін тәжірибеден өткізгенбіз. Ебейменен мысалы үшін аутист баланың несін жаңағыдай тәртібін дұрыстауға болатынын біз бірнеше рет мысалы үшін өзіміздің басымыздан өткізгенбіз. Біз талай откат кеткен кезде ебей арқылы біз шығарып алғанбыз. Осы ебей негізі мен де осы көрдім, талай өз практикамда баламда жаңа мінезі кері кеткенде аба терапия арқылы балам мінезі тұрақталады. Бірақ ол да білесіз, ақылы өте қымбат терапия. Бір мысалы 2 сағаттың өзі 250 мың, ол ең арзан түрі, иә. Одан қымбаттар 700 мыңға айналады, иә. Мысалы аба терапия 4 сағатына, 5 сағатына. Үкіметтен тегін аба терапия тек асыл мираспен орда аутизм шатаспасам бар ма? Бар, иә. Өте аз. Әр балаға берілетін уақыт бір балаға 30 минут, иә. Сосын оны жылдап күтеді. Асыл мирас. Мысалы асыл мирасты күткенге дейін бала өсіп кетеді. Мысалы мен балам күткенге дейін біраз жасқа келіп қалды. Екінші сол үшін біздің елімізде осы аба терапия мысалға үкімет тарапынан тегін болса, иә, біздің ерекше балаларға деймін, көбірек орталықтар ашылса деймін. Өйткені аутист балаларға дәлелденген ең методтардың бірі аба терапия ғой. Сосын бізде қазір инклюзия деп жасалып жатыр ғой. Иә. Сол инклюзия болған кезде тьютор тапшылықтар өте көп қой. Сол тьютор мамандарын әр 6 айдан сол аба терапияға жіберіп тұрса, соны оқуына. Оқымайтын еді тьюторлар, иә, аба терапияны мен білмейді екенмін. Мысалы үшін басында сол Таразда сабаққа берген кезімде біз аба терапия арқылы өтеміз деп айтқан маған кураторы. Бірақ жаңағыдай соған дейін 390 жақсы нелер маман, жаңа тьюторлар болды да, 490 жаңағыдай болып тұр ғой. Ал қазіргі таңда екінші балам тьюторменен барады ғой. Оларда аба терапия жоқ. Мысалы үшін аба терапия, мен соны ойлаймын. Мен андай несіменен психологпенен сөйлескен кезімде, сол мектептің психологымен сөйлескенімде, жаңа кураторы ғой енді.
тьютерлардың кураторымен сөйлескен кезде маман өте тапшы. Біз кәдімгі начальный сынып, бастауыш сынып ұстаздарын тьютерлік қаламыз дейді. Мысалы үшін бастауыш сынып ұстаздар енді ерекше баламенен жұмыс жасай алмайды ғой бәрібір де. Иә, ол жерде қиындау ерекше баламен жұмыс жасау. Мысалы үшін бәрібір де оларға 6 ай сайын мен өзім ойлаймын оқуға жіберіп тұру керек деп. Және біздің қазір Аллаға шүкір Береке Астана болсын, жаңағыдай тағы ОДИ дегендер бар, жаңағы Орда бар, Жансая болсын, барлық жерде аботерапияны тегін қылу керек деп ойлаймын. Және мамандарды көбірек алу керек. Ол үшін мемлекет әрине жақсы айлық төлеу керек. Олар айтады, біздердің айлығымыз аз болғандықтан біз бармаймыз деп айтады. Ал біз сияқты қарапайым отбасылар не істейді? Айлап жылдап күтеді. Солай жүргенімізде жаңағыдай баламыз өсіп кетеді. Бізге жаңа сіз айтқандай асыл мирас арман болып қалды. Барған жоқсыздар мүлдем? Барған жоқпыз мүлдем. Ешқай балаңыз барған жоқ асыл мирасқа? Өсіп кетті балам. Иә, өсіп кетеді. Мен балам да уже өскелең уақытында барды аботерапия. Қайта жылдап күттік, мысалы, кезекті. Ордаға бардық енді. Қазір Орданың да енді білмеймін. Қыздар айтып жатыр ғой, енді жаңа ерекше аналар айтып жатыр ғой, несі өзгеріп кетті деп. Методика, система, жүйесі ме? Мысалы үшін бұрын апта сайын бола беретін сабақ, енді өзім білмеймін, әлі сөйлесіп көрген жоқпын. Қызымды берсем бе деп ойланып жүрмін. Қызым жақында мүгедектік алды ғой. 3-ші балаңыз ғой? 3-ші балам, иә. Енді оны сол бағана күйеуім айтып отырған Ордаға береміз бе деп. Себебі ода атипетичный аутизм деп қойып қойыпты. Ал Орда 2-ші ұлды алмайды. Неге? Ол болғаннан кейін ба? Иә, ол болғандықтан. Орда аутизм олар аутист балаларға көбінесе, иә. Солындықтан асыл мирасты алмайды. Ал бізге, мысалы үшін, жаңағыдай аботерапия арқылы, методикасы арқылы сабақ өте маңызды. Иә. Біздің балаларға ол ЗПР болады ма, ол аутизм ба, ол жаңағыдай умственный отсталый бала болады ма, ол аба керек. Тек қана аутизм балаға емес. Жаңағы айтып отырғандай, қазір тегін орталықтар өте көп қой. Солардың барлығына жеткілікті қылып аботерапевтерді көбірек алса екен. Иә, қазір мысалға енді ашылып жатыр ғой, үкіметтік 16 орталықтар көптеп ашылып жатыр, иә. Дегенмен жаңағыдай аботерапия мамандығы жетіспейді. Содан кейін балаларға үйрететін уақытты тапшылығы аз сияқты, мысалы 20 минуттан 30 минут деген ерекше бала үшін меніңше ол өте аз, иә. Сосын мұндай ерекше балалар қазір көбінесе орталықтарда не үйретеді? Академиялық навыктарды, жаңа көк түс, қызыл, жаңа түстерді үйретіп жатады. Ал біз мысалы ерекше анамыз ғой, біз түсінеміз біздің балаларға ондай академиялықтан гөрі еңбекке үйреткен баулыған, екі есе. Өйткені әр ерекше ана не істейді? Болашағын алаңдайды. Болашақта қалай менсіз өмір сүреді деген сұрақ әр ерекше ананы күнде мазалайды. Иә. Күнде мазалайды. Мысалы, ол сұрақ мені күнде мазалайды. Бұл бала менен кейін қалай өмір сүреді, өз мамандығы бола ма, өзіне қызмет жұмыс жасай ала ма, жұмыс жасамаса да өзіне қызмет жасап, тамағын жасап деген сияқты. Енді біздің елімізде осындай бала баратын, мысалға, арнайы колледждерді мысалы жоқтың қасы, осындай балалар мен ойымша, осы ерекше балаларды қоғамға қалай қосу керек деген сұрақ әрбір ерекше ананы мазалайды ғой. Осындай балаларды ерте жастан еңбекке баулайтын орталықтар ашылса, 10 жасынан, 11 жасынан, мысалы, өзіңіз балаларыңыз болашағын қалай елестетесіз, қай жақта мысалы қалай өмір сүріп, қандай мамандықтар алады деп мысалға. Мысалы үшін, мен 13 жастағы баламды бір жаңадан бір несі ашылып кетсе екен, талант ашылса екен, әлі күнге дейін күтем. Бірақ ол өздігінен бүйтіп чудо бола қалмайды ғой. Оған қолдау керек. Оның барып жүрген орталықтары, барып жүрген мектебі. Өз бір қырын аңғармадыңыз, өзіңіз? Оның қыры жаңағыдай тамақ пісіргенге икемді, тамақ пісіргенге икемді. Ерекше балардың көбісіңіз сияқты. Менің балам да ерекше тамаққа, сосын жүзуге. Суды жақсы не істейді, бірақ жүзе алмайды. Ол да не үшін? Ол жаңағыдай тегін орталықтарға апарамыз. Бассейн жоқ. Жоқ, бассейн бар. Аптасына 1 рет, 2 рет. Инструктор жоқ.
негізі да тіпті ақылы тренер табу қиын екен. Мысалы мен аутист балама қазір ақылы тренер іздеп жүрмін. Өйткені мен баламны болашақта паралимпиада қатысқан қалаймын, сондай арманым бар. Мен балам сағатта 8-10 сағаттап суда жүре береді, шаршамайды. Мысалға нейротипті балалар 2 сағат 1 сағатын жалғады, шаршайды ғой. Аутист баламды суға 2 салонға бассейнға кірсе, таңертең кіреді, обедке кіріп алады да қайтадан суға кетіп қалады. Мысалы далада 8 сағатқа жүре береді, шық десең шықпайды мысалға. Жынданады, өз суда тынышталады, секіреді, жүзеді. Осыны терең бассейндерге апарып көрсек, суда күшті жүзеді. Бір емге барғанда жаңа теңіздеді бір шетінен көп емес, бір жолдасым айтты, бір 500 шығар дейді, сондай метр өз жүзіп шықты, өте терең жерде. Ойлаймын, әр ерекше болады, осындай қасиет бар. Бірақ оны дамыта алмаймыз. Мысалы мен осы жыл қазір қанша орталықтарға бардым, ақылы балаға. Бағалар либо қатты қымбат алатын болса, немесе алмайды, айналыспайтын аутист балалармен. Ол балалар оны тыңдау керек, аутист балалар тыңдай бермейді ғой. Онымен жеке жұмыс жасау керек мысалға. Айналып келгенде жаңа маман ғой. Маман тапшы. Мектептің өзінде неміз сынып жетекшіміз болады ғой. Сынып жетекшінің өзі, енді мен арнайы мектепте айтып отқан жоқпын, жалпы беру мектебінде. Және балабақшаларда. Мен 30 балаға қараймын ба, сіздің балаңызға қараймын ба деп көбісі айтады. Ал біздің уақытымызда, мысалы үшін да, енді менің өзімнің сыныбымда, мен оқыған мектепте ерекше балалар болды. Оны бірақ ешкім қойылмаған диагноз, оқып жүре берді. Оқып жүре берді. Оның маңдайына тамға қылып ешкім мынау ерекше бала, мынау мүгедек бала деп, оның жанына бір жетектетіп қойған жоқ, мысалы үшін. Ол отыра алса да сабақта, отыра алса жүрді ол. Және ол әлі күнге дейін, сол кездегі достар әлі күнге дейін онымен дос. Біз сол 25 адамбыз ба, мысалы үшін жаңа чатта, сол бала үшін жаңа бала оқи алмайды ғой. Сол бала үшін аудио жазамыз, аудиомен сөйлейміз. Жаңа бала түсінбей қалады. Ол жаңағы оқуды білмейді, жазуды білмейді деп аудиомен жібереміз. Және ол сөйлеген кезде міндетті түрде біз жауап беруіміз керекпіз. Біз бәріміз соған ыңғайлы. Қоғам рөлі үлкен болып тұр ғой, тартып тұр қоғам. Қоғамдық рөл үлкен болып тұр. Ол кездегі ұстаздарымыз да оны ойбай деп көз шұқып айтқан жоқ. Мен оның ата-анасына да айтпаған деп ойлаймын мен. Алып кететін еді әйтпесе ата-анасы. Мен бәленбай балама қараймын ба, сенің балаңа қараймын ба деп мысалы үшін. Ол кезде, сіздің ойыңызша, сол кезде бұрында қабылдау мәдениеті жоғары болып тұр ерекше балаларда. Ал қазір меніңше керісінше сияқты, төмен сияқты. Мысалы үшін мен осыны айтқым келіп жүрмін, мысалы үшін ол нәрсе менің басыма қай кезде тиді, жаңа екінші баламда. Және қызымның балабақшасында. Былай болады, мысалы үшін бірінші сыныпта оқыған жаңағы мектебі, біз сол кезде сол жерде тұрдық. Кейін өзіміз үй алып басқа мектепке кеткен кезде басқа мектепке бардық қой. Енді мен айтайын деген бірінші сынып оқыған мектептегі ұстазымыз, егер мені көріп отырған болса ренжімесін, маған қайта айтатын. Мен бәленбай балама қараймын ба, сенің балаңа қараймын ба деген әңгімені маған көп айтатын. Мен қарай алмаймын балаңа деп. Алып кетіңіз деп тұрсың да. Мен 20 жылдан бері менің тәжірибемде бұндай бала болмаған. Қалай болмайды? Мысалы үшін 20 жылдық тәжірибесі бар ұстаз. Менің тәжірибемде мынадай бала болмаған дейді. Кеше менің сол баламның сынып жетекшісі, қазіргі сынып жетекшісі хабарласып тұр. Сізден басқа сіздің балаңызбен қосқанда менің 6 ерекше балам бар. Оқушымнан дейді. Бір сыныпта мысалы үшін 4-5 балаға дейін бар. Көп ата-аналар айтпайды. Мен мысалы үшін айтам, басқа ата-аналар білет менің мысалы үшін балам ерекше екенін. Жасырып жүрген ата-аналар қаншама? Мысалы да, жаңа буллинг болмасын, диагноз қойдырмай, жаңағыдай мүгедектік алмай жүргендер қаншама. Бірақ жаңағыдай ПМПК арқылы келіп сабақ оқып жүрген балалар көп арамызда. Жаңағыдай менің баламда бұрын өзі барып өзі келу деген нәрсе бар еді. Мектепке. Кішкене тосқанда, қазір балам тынышталып қалды. Кішкене тосқанда, мысалы үшін, ойлаймын мен, бала отыратын еді. Анау айтқандай қатты ақыл ес кем емес қой. Сіз ұстазсыз да, қалай баланың сіз психологиясын білмейсіз. Білуге міндетті ғой, 30 балаң бәріне жауап береді ғой, мысалы үшін.
университетте оқып жатқан кезде неше түрлі мысалы үшін немесе практикаңызда немесе тәжірибе жаңағыдай жұмыс істеу тәжірибеңізде не дейді андай кәсіби неңізде кезігеді ғой неше түрлі бала. Бір балаға ұқсамайды ғой. Иә. Сіз әрбір баланың көңілін табу керексіз ғой. Сол балаға көңілін тапқанда сол балаға білім беру сіздің неңіз ғой, мысалы үшін міндетіңіз ғой. Бала деген ақпарақ сияқты көңілдері, жүректері ақпарақ сияқты ғой, мысалы үшін милары. Сіз нені оған енгізесіз, соны ол қабылдайды. Оның жанына қазір тьютор беріп қойды. Мен қазір айтам балама 5-ші сыныптан бастап тьюторсыз барасың ба десем, жоқ бармаймын дейді. Не үшін бармайсың десем айтады. Мен жыбырлап қаламын ғой дейді. Мен тұрып кетемін сабақтың уақытында. Сосын апай ұрсады маған. Басқа балаларға кедергі беруі мүмкін дейді. Қарасаңызшы, оның миына соны құйып жатыр. Сен кедергі бересің басқа балаларға. Сен тұрып кетесің, сен жүріп кетесің деген нәрсені оның миына құйып қойыпты. Мысалы үшін тьюторсыз да жүруге болатын еді. Сол менің балам жеңіл түрдегі, мысалы үшін қатты ауыр түрдегі өз-өзіне қызмет жасай алмайтын бала болса, тьютор берсін. Өз-өзін қорғай алмайтын бала болса. Ал қазір менің балам өте қорқады. Бірақ сіз мысалы ПМПК-да ерекшелер отказ бере алады ғой негізі. Оны жасаған жоқсыз? Әлде олай қазір жоқ па екен? Отказ бере алады, бірақ менің балам қаламайды. Мен дейді, Мәдина сіз жүре алмаймын дейді. Кеше енді Мәдина күйеуге шығып жатыр, не істейсің десем айтады. Ойбой дейді. Енді кім жүреді менің жанымда дейді. Ол барлығын түсініп тұр. Менің жанымда біреу жүру керек. Ол мен айтпесе жүре алмаймын деген ой тұрады ода. И сосын жан-жағындағы сыныбындағы балалар оған былай айтады. Сен ол анау ерекше бала. Оның қасында апайы жүреді. Ерекше бала анау себебі. Онымен достаспайды. Менің балам барып достасқысы келеді, бірақ достаспайды. Андағы жерде. Сөйлескісі келеді, менің балам барып, аналар сөйлеспейді. Себебі не? Маңдайында жаңағыдай тамғасы бар. Ерекше бала деген. Неге біздің қоғамда, мысалы үшін, қазір мысалы үшін ПМПК болсын, психиатр болсын, неге 20 минут қарайды да балаға солай етіп диагноз қойып береді? А психиатр мысалға ЦПЗ жатқызады балаларды? Жатқызады, иә. Иә, ол жерде мысалға қанша күн? 14 па? 14 күн жатқызады. 2 жұмыс күні. 2 апта ғой енді. Иә. 10 жұмыс күні жатқызады. Мен олардікіне де келіспеймін. Мысалы үшін... Диагнозға келіспесе балаңызға қойылған сонда, иә? Иә. Мысалы үшін, жаңа жақында қызыма диагноз қойылды ғой. Алдында қойылды диагноз 5 жасында. Енді қызыма келейік, қызыма диагноз қойылды. Диагноз қойылған кезде айтты, қызыңыз жазылып кетеді ЗПР-дың жеңіл түрі деді. Оған ешқандай да ештеңе керегі жоқ. 12 жасында айтты сізге? 5 жасында. Оған ешқандай да ол диагнозға жатпайды. Учетқа да алмаймыз деді. Мен қуанып кеттім. Кез келген ана қуанады ғой онда сізге. 2 апта тексерді, сізге солай айтып тұрды. Сіз қуанасыз. Енді 7 жасында қайтадан апарып, әкеліңіз көрейік, тексереміз деді. Енді 7 жасында барып тұрмын. Атипичный аутизм деп тұр сізге. Неге солай кеш қояды? Маған ол қойғандағы себебі ЗПР деген ешқандай да диагноз жоқ. Біздер аутизм дейін десем, балаңызда аутизмнің белгісі жоқ. Умственный отсталый дейін десем, қызыңызды қимаймын ондайға. Қызыңыз мүлдем умственный отсталыйға ұқсамайды. Біз не деп қоятымызды білмей отырмыз деп маған айтқан. Лучше осылай етіп қоя салайық, атипичный аутизм деп деген. 9 жасында бәрібір қойылады ғой деп айтты. Себебі мектепте ПМПК бар, мектеп бәрібір сізді диагноз қоймаса болмайды, бәрібір де сізге не істетеді деді. Бізге жібере береді қайта-қайта деді. Солай етіп маған диагноз қойып берді. Ал мына жаққа 2 апталық қорытындыдан жаңағыдай етіп қолыма қағаз берді ғой. Енді мына жаққа келсем айтады, мүгедектік алғыңыз келсе алыңыз, алғыңыз келмесе алмай қойыңыз дейді. Қазір балаңыз уже диагноз тұр ғой, алу керексіз ғой. Мен баламыма кәдімгідей қылып ойып тұрып, диагноз қойыпты. Ол өміріне татитындай қылып. Оны ертең 2-3 жылдан кейін алып тастай алмайсың. Иә. Ол менің қызымның болашағы ешкімді қызықтырып тұрған жоқ.
алдындағы балаға бірдеңке деп диагноз қойып беру керек. Сөйтіп диагноз қойылды. Енді сіз мүгедектік алсаңыз алмасаңыз да сіздің өзіңіздің еркіңізде дейді. Мен тіркеуге қойыппын баламды. Бірақ бізде тіркеуде тұрады өмір бақи дейді. Иә, диагноз қойылғаннан кейін тұрады. Олар да айтады, сіздің балаңыздың диагнозы өмір бақи дейді. Өмірлікке дейді. Жақында менің құрбым баласын алып тастағысы келеді психиатрдан. Олар айтыпты, біз шешпейміз, Алматы шешеді депті. Аутизм диагнозы бойынша, иә? Жоқ, ол да жаңағыдай умственный отсталый. Енді біз көп мәселелерді айтып отырмыз ерекше балалар туралы, иә. Түсініп тұрмын, енді ерекше балаларға диагноз қойғаннан кейін оны мүгедектік алу керек, ол баланың өміріне, болашағына әсер еткенмен ол балаға керек, мүгедектік деген. Өйткені болашақта бала, әрине әр бала мүгедектіктен шығып өз-өзіне қызмет жасатындай қатарға қосып кетсін деп тілейміз. Енді сізден сұрақ қоятыным, осы қазір біз инклюзивті қоғам деп жатамыз ғой. Әр ерекше баламен шыққанда әртүрлі бір кедергілер кездеседі, кейде қоғам қабылдап жатады. Енді сіз бірнеше ерекше баламен осындай қоғамда ортаға барғанда осындай бір адамдардың бір көзқарасына немесе сөзіне тап болатындай сәттеріңіз болды ма? Мысалы үшін ДЦП бала болса, оның ДЦП екенін сразу біледі адам. Иә, көрініп тұрады көзге, иә. Оның арбасы болады, немесе қолында таяғы болады ұстап жүргені, балдағы болады дегендей. Сразу адамдар оған көмектесуге тырысады. Арбасын көмектеседі, жаңағыдай көтеріп кіргізіп жібереді дегендей. Иә. Таксиде болса, мысалы үшін көтеріп жаңағыдай арбасына отырғызып жібереді. Ал біздің балаларымыз көзге шыққан сүйек сияқты. Былай айтқанда сау бала деп сау бала емес, былай деп былай емес та. Сіз мысалы үшін таксиге отырасыз, өзімнің көлігім жоқ, мен таксиге отырамын, таксиге отырған кезде балаңызға айтыңызшы, ананы түртпесін, балаңызға айтыңызшы, былайғы отырмасын. Сондай неге менің кезігетінім сол. Мен сол кезде ашуланамын. Сіз инватаксисіз, немесе социальный таксисіз. Мысалы үшін Яндекстің социальный, мысалы үшін әлеуметтік таксия. Сіз білдіңіз ғой, инвалид бала отыратынын. Сіз соған көніп, мысалы үшін келдіңіз, қабылдадыңыз. Инватаксиге сіз бүйтіп бекерден көшеде жүрген жеріңізден келген жоқсыз, сіз соған құжат тапсырып келіп отырсыз. Неге? Сіз біздің баламызға тиісесіз. Балаңызды ұстап отырыңыз, балаңызды бұлай қылыңыз, балаңызды. Мысалы үшін және менде бізде көп ата-аналар даже мынау есіктің алдындағы дворға шығармайды балаларын. Ерекше балаларды ма? Иә, ерекше балаларды. Кафеге апармайды. Қоғамдық орталықтарға апармайды. Неге апармайды деп ойлайсыз? Себебі жаңағыдай неден қорқады? Қоғамдық көзқарастарынан ба? Қоғамдық көзқарастан қорқады. Қоғам, жаңағы айтқанымдай ғой, қоғам бізді тарту керек, керісінше. Бауырына көбірек басу керек. Бізді мысалы үшін ерекше баланы көрген кезде оған шошып қарамау керек. Олардан ешқандай зиян келмейді. Олар ойлайды, бір зиян жасайды деп. Немесе білмеймін, бірдеңке жұқып кететін сияқты алып қарайды, балаларын алып қашады. Жаңағыдай мектепте де мен бір таныс қызым айтады ғой. Мен балаларыма айтамын, сенің сыныбыңдағы инклюзия балаға жолама, ол тиіссе сен тиіспе, сен оған мүлдем тиіспе. Бірақ жолама. Ол саған келіп тиісіп жатса да тиіспесен оған. Олар өте қауіпті болады деп. Көрдіңіз бе, мысалы үшін ата-ана балаға қалай түсіндіріп жатыр? Жаңағы айтқанымда менің балам барып, менің қызым барып, жаңағы сау қыздармен барып биге барады. Мен содан кейін мен алып алам биді. Биден де басқа орталықтардан да қызымның қабілеті өте жоғары. Бірақ жаңағыдай ортада не болады? Ол сезеді соның барлығын. Сезеді, сосын жылайды маған. Қатты жылайды қызым, ренжіп. Анадан мен бірдеңке сұрай бердім, ол маған жауап берген жоқ. Неге олай істеді деп маған жылайды. Олар жауап бермейді. Неге деп қашады, мысалы үшін. Неге қашады? Өзінен кішкентай қыздар солай істейді. Жаңа баламның сыныбындағы балалар жаңағыдай алып істейді. Жақсы, біздің уақытымыз аяқталып қапты. Енді өзіңіз сияқты ерекше аналарға, ерекше бала тәрбиелеп отырған аналарға өзіңіздің жылы лебізіңізді арнап, тілегіңізді айтып кетсеңіз. Ең бірінші мен ондай аналарды батыр аналар деп есептеймін. Алланың берген баласын қалай бар солай қабылдауын мен айтар едім. Және де
қоғамға, мысалы үшін қоғам бізді түртпектеді екен деп біз баламызды тығып қашып қоғамнан тыс жерде жүрмейік. Біз керісінше балаларымызды қоғамға алып шығайық. Мен өзім 4 баламды бірден алып жүрем. Жолдасым бәріміз 6-ымыз жүреміз бір жерге баратын болсақ. Балаларымыз шулайды, айғайлайды. Мысалы үшін жан жақтан анау СДВГ балам бар, жыбырлап кетеді. Аутизм балам өзінің әңгімесін айтып жүреді. Біз бәрібір де қарайды ма, қарамайды ма, қоғамға шығасыздар. қоғамға шығамыз. Біз кішкентай кезінен солай етеміз. Бізге мысалы үшін ол қоғамның көзқарасы бізге қызық болмау керек. Керісінше қоғамға біз не істей беруіміз керек, біз қоса беруіміз керек біз баламызды. Сонда үйренеді қоғам. Қазір мысалы үшін көзге көрінбеуі мүмкін. Қазіргі кішкентай аутист балдар, кішкентай ЗПР балдар ертең 18-ге толған кезде көреді қоғам. Ол сол кезде көреді. Қазір көшеде 18-ге толған балдарды көрмейміз, аутист балдарды. Қазіргі майда аутист балдар 18-ге толғанда кәдімгідей жігіт болып кетеді деп ойлайсыз ба? Сізіңше мысалы неге көрмейсіз осындай ойлайсыз, мысалы 18 жаста балаларды? Көбісі өйткені үйде отырады, баратын жерлері жоқ. Баратын жері жоқ. Ал сонда қоғам не істейді? Мемлекет ол балаларды қайда тығады? Біздің мемлекетімізде осындай балдарға көбірек көңіл бөлсе екен деймін. Мен толықтай келісемін. Көбірек көңіл бөлсе екен. Мысалы үшін менің баламның арнайы мектебінде өткен жылы 5-ші сыныбында не болды? Еңбекке баулу сабағы болды. Қазір сол сабақты менің балам шеттетіп тастаған. Ағайым маған видео жіберіп отыратын. Балаңыздың тек қана тілі жоқ демесеңіз, барлық нәрсеге күшті екем деді. Мен өзім ол кісінің сабағына қатысып та көргенмін. Ол кісі мені алып келіп көрсеткен, балаңызды қараңызшы қандай керемет деп. Ал осы жылы алып тастапты. Неге? Умеренный сыныпта оқитын балалар өз-өзіне жаңағыдай станоктарды ұстай алмайды, қолын кесіп алуы мүмкін, өз-өзіне зиян жасап қоюы мүмкін деп. Олардың ақыл-есі төмен деп. Бізде жүйе жоқ. Біздердегі балалар, мысалы үшін, қазір қуанамын да, 18 жастағы балаларға әрбір кәсіпкерлер ерекше балаларға жұмыс беру керек деген заңдар шығып жатырыпты. Олардың бәріне қуанам, бірақ та біздің сөйлей алмайтын балаларымыз не істейді? Біз 18-ге толған кезде біз еңбекке қалай не істеп кетеміз? Себебі қазірден оның фундаменті қаланбай жатырыпты. Бізге мысалы үшін аққа ақты ғой, қызылға қызылды ғой деген сабақ бізге керек емес. Менің балама сол нәрсені қойсаң, ол шаш жібереді. Керек емес деп. Қарақсы келмейді. Мозаика дегенде көзін жұмып отырып, мысалы үшін құрап тастайды. Оның өміріне қазір мозаика керек емес. Оның өміріне қазір еңбекке баулитын жұмыстар керек. Сондай орталықтар ашылса екен. Мен толықтай сізбен келісем. Сосын жаңағы айтайын дегенім, тьюторсыз да мынандай баланы мектепте үйретсе екен. Тьютор беретін балаға тьютор берсін, тьютор бермейтін баланы, мысалы үшін, кішкене болса да не істесе екен. Бейімдесе екен деймін ортаға. Неге, мысалы үшін, өткенде жақында құрбымның баласы футболға барады, сау балалармен бірге. Ортада ана бала барлығы бір-бірін құшақтап тұр, ал ана баланы ешкім құшақтамаған. Соны мамандар балаларды бір-біріне бауырмалшыл қылып үйретсе екен. Соның барлығын, мысалы үшін, мектеп, бұл жерде мектептің үлкен рөлі, бұл жерде мектептің рөлі үлкен. Және барып жүрген орталықтар. Енді орталыққа біз бергіміз келсе береміз, бергіміз келмесек бермей үйде ұстап отырамыз ғой. Бірақ мектепке бару міндетті баланың. Сол мектепте баланы ерекше балаға қаттырақ көңіл бөлінсе екен деп мен соны ойлаймын. Жақсы, мен сізбен толықтай келісемін. Болашақта әр ерекше бала қоғамнан өз орнын тауып, яғни қоғамға қосылып, біздерді қуанта берсін. Ал енді құрметті көрермен, осымен біздің ерекше подкаст аяқталды. Соңына дейін көргендеріңіз үшін сіздерге үлкен рахмет айтам. Қош сау болыңыздар.